Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 153-ші сабақты қарастырамыз. Үш амалмен орындалатын есептерді шығарамыз. Сіздер Экспо 2017 Қазақстанның елордасы Астана қаласында ұйымдастырылған халықаралық көрме екенін білесіздер. Көрме 2017 жылы 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өтті. Көрменің тақырыбы болашақ энергиясы деп аталды. Бірінші есепке назар аударайық. Өрнектің мәнін тапқанда, сен Экспо 2017 көрмесіне әлемнің неше елі қатысқанын білесің. Өрнектің мәні 115 шықты. Яғни Экспо 2017 көрмесіне әлемнің 115 елі қатысқан екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Әлия сынып жетекшісі, сыныптастары және олардың ата-аналарымен бірге Экспо 2017 көрмесіне автобуспен барды. Автобуста 90 теңгеден 6 ересек адамға және 45 теңгеден 10 балаға жолақы төленді. Олар жолақыға барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір ересек адамға 90 теңгеден төлеген екен, 6 ересек адамға неше теңге төлегенін табамыз. Бір балаға 45 теңгеден төлеген, 10 балаға неше теңге төлегенін табамыз. Одан кейін жолақыға барлығы неше теңге төлегенін табамыз. Ол үшін 6-ны 90-ға көбейтіп, ересектері жолақысына неше теңге төлегенін тауып аламыз. Яғни ересектер билетіне 540 теңге төлепті. Енді 45-ті 10-ға көбейтіп, балалар жолақысына неше теңге төлегенін тауып аламыз. Яғни балалар жолақысына 450 теңге төленіпті. Барлығын табу үшін 540-қа 450-ді қосамыз. Сонда 990. Яғни барлығы жолақыға 990 теңге төледі. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сырым достарымен бірге Экспо 2017 көрмесі аясында ұйымдастырылған театр қойылымына барды. Олар 500 теңгелік 2 билет және 200 теңгелік 5 билет сатып алды. Олар билеттерге барлығы неше теңге төледі? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Театр қойылымына 500 теңгелік 2 билет, 200 теңгелік 5 билет сатып алыпты. Олар билеттерге барлығы неше теңге төледі? Ол үшін 500-ді 2-ге көбейтіп, 2 билетке неше теңге төлегенін тауып аламыз. Яғни 2 билетке 1000 теңге төленіпті. Енді 200-ді 5-ге көбейтіп, 5 билетке неше теңге төлегенін тауып аламыз. Яғни 5 билетке 1000 теңге төлепті. Енді барлығын табу үшін 1000-ға 1000-ды қосамыз, 2000 болады. Олар билеттерге барлығы 2000 теңге төлеген екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепті шығар. Қойылымға қатысушыларға киім тігу үшін мата сатып алынды. Бір орамда 324 метр бар, ал екіншісінде одан 131 метр мата кем. Егер бір көйлек тігуге 4 метр мата жұмсалатын болса, онда барлық матадан неше көйлек тігуге болады? Неше метр мата қалады? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір орамда 324 метр мата бар екен, ал екінші орамда белгісіз. Біріншіге қарағанда 131 метр мата аз. Бір көйлекке 4 метр мата жұмсалған болса, онда барлық матадан неше көйлек тігуге болады, неше метр мата қалады дейді. Ол үшін 324-тен 131-ді азайтып, екінші орамдағы матаны тауып аламыз. Яғни екінші орамда 193 метр мата бар екен. Енді барлық матаны табу үшін 324-ге 193-ті қосамыз. Сонда 517. Барлық мата 517 екен. Енді бір көйлекке 4 метр мата жұмсалатын болса, 517 метр матадан неше көйлек тігілгенін табу үшін 517-ні 4-ге бөлеміз. Сонда 129, бір қалдық қалады. Яғни 517 метр матадан 129 көйлек тігіледі.
1 метр мата артылып қалады екен. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша өрнектер құрастыр және жаз, олардың мәнін тап. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есептерді шығар. Анасы өрік пен шиенің әр қайсысынан 45 литрден шырын дайындады. Өрік шырынын 3 литрлік банкіге, ал шие шырынын 5 литрлік банкіге құйды. Барлығы неше банкі қажет болды? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Өрік шырыны 45 литр, оны 3 литрлік банкаларға құйды. Шие шырынынан 45 литр дайындады, оны 5 литрлік банкаларға құйды. Барлығы қанша банка қажет болды? Ол үшін 45-ті 3-ке бөліп, өрік шырынына қанша банка қажет болғанын тауып аламыз. Яғни өрік шырынына 15 банка қажет болыпты. Енді 45-ті 5-ке бөліп, шие шырынына қанша банка қажет болғанын тауып аламыз. Яғни шие шырынына 9 банка қажет болған екен. Енді барлық неше банка қажет болғанын табу үшін 15-ке 9-ды қосамыз, 24. Яғни барлығы 24 банка қажет болған екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 45 литрлік тосапты құю үшін неше 3 литрлік банка қажет? Осындай мөлшердегі тосапты құю үшін неше 5 литрлік банка қажет болады? Яғни 45 литр тосапты құю үшін 3 литрлік 15 банка қажет. 45 литр тосапты құю үшін 5 литрлік 9 банка қажет болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. А, В және С жиындары берілген. Жиындарды қалай атауға болады? Жиын элементтерін атап, ортақ қасиеттерін анықтаңдар. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Әріптердің және белгінің көмегімен жазыңдар. А. Жұп сандар жиыны, В. Тақ сандар жиыны, С. Сандар жиыны деп аталады. А жиыны тиісті С жиынына. Себебі А жиыны С жиынының ішкі жиыны болады. А жиынының әрбір элементтері С жиынында кездеседі. В жиыны тиісті С жиынына. В жиыны С жиынының ішкі жиыны болады. Себебі В жиынының әрбір элементтері С жиынында кездеседі. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар. Мақсат мұз айдынға 6 сағат 10 минутта кетіп, үйге 8 сағат 45 минутта қайтып келді. Мақсат неше уақыт үйде болған жоқ? Ол үшін 8 сағат 45 минуттан 6 сағат 10 минутты азайтамыз. Сонда 2 сағат 35 минут. Мақсат 2 сағат 35 минут үйде болған жоқ. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Айман құрбысымен аулада 45 минут серуендеді. Ол үйіне кіріп, киініп, 20 минуттан кейін құрбысымен кинотеатрға барды. Кино 1 сағат 30 минуттан кейін аяқталды. Айман үйге 15 сағат 19 минутта келді. Айман құрбысымен серуендеуге үйден сағат нешеде шықты? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Серуендеді 45 минут. Барды 20 минуттан кейін. Кино 1 сағат 30 минуттан кейін аяқталды. Үйге 15 сағат 19 минутта келді. Айман құрбысымен серуендеуге үйден сағат нешеде шықты? Ол үшін 15 сағат 19 минуттан 1 сағат 30 минутты азайтамыз. 15 сағаттың 1 сағатын, яғни 60 минутты 19 минутқа берсек, 79 минут болды. Яғни 14 сағат 79 минуттан 1 сағат 30 минут алғанда 13 сағат 49 минут. 13 сағат 49 минуттан 20 минутты азайтқанда 13 сағат 29 минут. Енді 13 сағат 29 минуттан 45 минутты азайтамыз. Ол үшін 13 сағаттың 1 сағатын, яғни 60 минутты 29 минутқа береміз. Сонда 12 сағат 89 минут. 12 сағат 89 минуттан 45 минутты азайтқанда
12 сағат 44 минут шығады. Яғни Айман құрбысымен серуендеуге үйден 12 сағат 44 минутта шықты. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Шығармашылық тапсырма. Қорапта кішкентай 4 көк және 6 ақ доп бар. Алынған доптардың арасында А. Кем дегенде 1 көк, Ә. Кем дегенде 1 ақ, Б. Кем дегенде 2 көк, В. Кем дегенде 2 ақ шар бар болуы үшін қораптың ішіне қарамай доптардың қандай ең аз санын алу қажет. Ол үшін А. Кем дегенде 7 шар алу керек, Ә. Кем дегенде 5 шар алу керек, Б. Кем дегенде 8 шар алу керек, В. Кем дегенде 6 шар алу керек. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың тапсырмалары жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.